Дүние азапқа толы болғандықтан, сіздің бақытыңыз баға жетпес сый. Дүние кедейлікке толы болғандықтан, сіздің байлығыңыз баға жетпес сый. Дүние соғысқа толы болғандықтан, жан тыныштығы баға жетпес сый. Дүние торығып, осындай үмітсіздікке ұшырағандықтан, сіздің үмітіңіз баға жетпес сый. Әлем үрей құшағында болғандықтан, сіздің махаббатыңыз баға жетпес сый. Есіңізде болсын, қаламайтын нәрсеге қайта-қайта тоқталып, мән бере берсек, сол нәрсеге одан сайын батамыз. Сізді шексіз сүйетін ғаламның аялы алақанының сізге бағыт көрсетуіне мүмкіндік беріңіз. Ол қалай болатынын білгіңіз келе ме? Онда ішкі үніңізді тыңдап үйреніңіз. Нәтижесін көп ұзамай байқайтын боласыз. Махаббат айна. Оның бетіне қарауға батылың жетсе, ол саған бар болғаны болмысыңды көрсетеді. Қолыңнан келгенше өзіңді сүй. Сосын өмір осы махаббатты өзіңе еселеп қайтарады. Бүгінгі біз кешегі ойларымыздан туындайды, ал қазіргі ойларымыз ертеңгі өмірімізді жасайды. Есіңде болсын, сен өзің қалағандай бола аласың, қалағаныңды жасай аласың. Кім болғың келсе, сол адам боласың. Өмір сені тек қолдайды. Сізге керегі шындық болса айтайын. Ішіңіздегі құпия дауысқа, нағыз шынайы дауысқа құлақ салыңыз. Ол сізді ешқашан адастырмайды. Бай дәулетті өмір сүргің келсе, ең әуелі ғылым ізде. Өзің таба алмасаң, балаң тапсын. Ғылымсыз ақырет те жоқ, дүние де жоқ. Білімді болсаң, алар асуың биік болады. Ешқашан мақтанба. Ең әуелі тәрбиені өзіңнен баста. Білімді бол, еңбек қыл, мақтаншақ болма. Білім алудың тамыры ащы, бірақ жемісі тәтті. Білімге құмартып, кітапты бүкіл жан дүниеңмен сүй. Ол сенің ең жақсы досың ғана емес, өміріңнің ақырына дейін сенімді серігіңде. Дүние тану, білімге талпыну, әрбір адамның есейген дәуірінен аңсап қараған түбегейлі ісіңнің бірі болып келеді. Егер бұл талпыну болмаса, әрбір адам білімге, еңбекке үңіле қарамаса, тек аңшы қарын тойдырып, ұйқымен уақыт өткізсе, ешбір ілгері басу, өрлеу де болмас еді. Білім әуелде ол сенің өзіңді көретін құрал, сосын айналасына пайдасы тиеді. Қанша жылыңды әлде біреулердің жасап қойған жүйесіне беріп, жанбағыс қамы деп пайдасыз білімді қуып болдың ба? Енді шын пайдалы білімге бұрыл. Балаға күштеп білім беруден гөрі, балаңның білімге деген құштарлығын ояту ең маңызды мақсат. Мен көп нәрсені білмейтінімді білемін, алайда басқалар мұны да білмейді. Білімнің ерекшелігі көру мен дәлелдеуде емес, түсіндіруде. Бар қайғыдан құтқарар жалғыз дәру, ақыл мен жанның қызметін арттыру. Бұған білім алудың шеңберін кеңейту арқылы қол жеткізіледі. Білімді кісі керекті сөзді ғана айтады. Өмірді қиындатпа. Егер адам білімі мен ақылын, жалпы мидың күшін басқа да болмайтын ойларға емес, тек нәтиже беретін істерге жұмсаса, оның өмірінде қиындық аз кездесер еді.
сонда өміріңде ауыр ойлар туғызатын дүниелер мүлдем болмауы да мүмкін. Білімді үйрену үшін еңбек құмар болып, денеңді жалқаулыққа билетпеуің керек. Тәннің ләззаты саулығында, жанның ләззаты білімінде. Балаларға көп үйретем деп, асығып шала шарпы үйретуден аз да болса, анықтап нық үйрету абзал. Білімдіден не пайда, білгенін көпке айтпаса, үйреткеннен не пайда, қайырымы қайтпаса. Көптеген табысқа жеткен кәсіпкерлердің білімі орташа болған. Бірақ бұл құлшына үйренбеген адам да табысқа жете алады дегендік емес. Есіңде болсын. Білімің ешкім сенен тартып ала алмайтын ең мықты қаруың. Адам білімсіз де кәсіп жарата алады. Бірақ білімсіз бәрі бірде оны дамыта алмайды. Адамды жөн білетін дана деп біл. Істерін жалқау жанның шала деп біл. Құр жасы елулерге келсе дағы, білімсіз сондай жанды бала деп біл. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге, артық білім кітапта ерінбей оқып көруге. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан. Білгенге қиын емес кету байып. Адамдар арасындағы айырмашылықты білім қалыптастырады. Білімді жинау жеткіліксіз, оны іс жүзінде пайдалану керек. Армандау жеткіліксіз, әрекет ету керек. Айлалылар білімді жек көреді, ақкөңілдер оған таңырқайды, ақылдылар оны пайдаланады. Білмеуден қорықпа, жалған білімнен сақтан. Дүниедегі бар жамандық осыдан басталады. Маған айтып берсең, ұмытып қаламын. Көрсетсең, есімде сақтаймын. Өзіме жасатсаң, үйренемін. Халықты күштеп тыңдатуға болады. Оны білімге зорлай алмайсың. Құдайдан қорық, пендеден ұял. Балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма. 15 жасымда мен білімге бет бұрдым. 30 жасымда бағынышсыз тұрмысқа қол жеткіздім. 40 жасымда күмәннен арылдым. 50 жасымда көктің еркін таныдым. 60 жасымда шындық пен өтірікті ажырата бастадым. 70 жасымда жүрегімнің қалауына ере бастадым. Фантазия білімнен маңыздырақ, өйткені білімнің шегі бар. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез, нұрын сырын көруге көкірегінде болсын көз.